Сәлем, сіздермен бүгін осындай күшті болып шығатын капкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып, қантымыз еріп, әппақ көпіршік болғанға дейін жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін бөлме температурасындағы майымызды құйып, тағы да миксерлейміз. Одан кейін жылы сүтімізге 1 шай қасық кофені салып, жақсылап араластырып, бұны да жұмыртқалы массамызға құйып миксерлейміз. Одан кейін ұнымызға какаоны разрыхлителді қосып, жұмыртқалы массамызға електен өткізіп, тағы да миксерлеп шығамыз. Дәл осындай масса шықты. Енді капкейк құятын ыдыстарымызды дайындап, кондитерлік мешокқа массамызды құйып алып, барлығына осылай жартылай құйып шығамыз. Кондитерлік мешокқа салсаңыз, оңай әрі жеңіл болады. Дайын болған капкейктерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Оған дейін кремін дайындаймыз. Творожный сырға сахарная пудраны қосып, миксерлеп аламыз. Одан кейін бөлме температурасында тұрған майымызды салып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Мен осындай насадка қолдандым, оны видеоның астына барлығын жазып кететін боламын. Енді дайын болған кекстерімізге кремімізді осылай әдемілеп құйып шығамыз. Әрлеуі өз қалауыңыз бойынша мен таңқурай және альпенгольд шоколадын қолдандым. Сіздермен болған алтын шаш барлықтарыңызға ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.